ардагер ұстаздар, сіздерді алда келе жатқан 1 қазан қарттар күнімен құттықтаймыз. Сіздерге әрдайым тек қана аманшылық, отбасыларыңызда береке, бірлік, денлеріңізге саулық және ұзақ өмір тілейміз. Қазақта жасы үлкен қария, ақылы кең дария деп айтылған ұлағатты сөз бар. Сол сияқты сіздер алдымызда болсаңыздар, бізге ақыл айтатын аға-апаларымыз аман болса, біздің үлгі алатын адамдарымыз болса, осының өзі біз үшін үлкен байлық. Келе жатқан мереке тағы да құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, аман есен болайық. Әрдайым мерекеден мерекеге аман есен жете берейік. 1 октября в Казахстане празднуют День пожилых людей. Для представителей старшего поколения очень важны знаки внимания, человеческая теплота и искренняя забота. Этот праздник напоминает нам о священном долге перед ними и связи времен, которая не должна прерываться. Уважаемые ветераны, от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет в жизни и благополучия в семье. С праздником! Елді бірлік пен адал еңбекке жетелеп, жас ұрпаққа батасымен жол ашқан, жақсыға тілектес, ақылы дария, қарттар мерекесі құтты болсын! Әке менен ана байлығымсың, ана аяулым өзіңмен мақтанамын, ана мен сені Меккеге апарамын, ана баланың қолдаған бақталамын, бұлағымсың әке, бір жылы сөзіңе шаттанамын әке, мен сені Меккеге апарамын әке, биікке самғайды баптағаның шынарымсың әке. Рахмет, болыңдар, жұмыстан табысты болыңдар. Мейрамға аман-есен еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, бақытты болыңдар.